Қайырлы күн, құрметті отандастар каналының көрермендері. Бүгінгі біздің қандаспен келген қазына жобамызда Арда Арт суретшілер ұжымы. Құрметті Арда Арт ұжымының мүшелері, бүгінгі біздің қандаспен келген қазына жобамызға қош келдіңіздер. Сіздермен көріскенімізге өте қуаныштымыз. Сіздердің жұмыстарыңызбен былай жалпы сырттай танысып шықтық. Енді өз ауздарыңыздан естіп тыңдасақ дейміз. Барымыз сол 2006 жылдар, сол одан бұрын 2002 жылдар Қытайдағы сондай бір жақсы колледж бар. Қазақтың атында ашылған ол жер, қазақи колледж болатын. Сурет, ол жерде бізден қазіргі Қай аймақта? Күйтім деген қаласында. Күйтім қаласында. Көркем сурет колледж деп аталады. Ол жерде тек бізден емес, біздің алдымыздағы үлкен мықты аға буындар шыққан. Қазіргі мысалы үшін қызмет атқарып жатқан Отанбек Еңсақан деген атақты әншілеріміз бар. Сосын осында жүрген тағы да сорпа бетке шығатын бір әнші кісілер бар. Ол жерде тек қана сурет емес, әнші, Шұғыла деген биші кісі бар, қазіргі Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, мықты биші апайымыз бар. Ол кісінің өзі сол жердің түлегі. Және де Қытайда кезінде жақында бір фильмдер түсірді, қазақ фильмдері түсірді. Соның Қытайдағы қазақ актерлерінің барлығы сол колледждің түлектері. Өйткені ол жерде түпкі фундamenттары мықты. Ол жерде сабақ беретін мұғалімдардың барлығы мықты болатын себебі 90 Қазақстан Республикасы егемендік алған жылдары, еліміздің егемендік алған жылдары бір топ жас дарынды адамдарды осынан тәрбиелеуге елбасының сондай тапсырмасы болған. Менің есімім Талапхан Азамат. 2006 жылы Қытай Халық Республикасынан келдік. Таспи толқын жолда Сершат бар. Сол бәріміз алғашында бірге келдік осында. Сонымен бірге оқыдық, университетке түстік. Қытайда колледж бітіріп келген болатынбыз. Осы сурет мамандығы жағынан, өзіміздің художественный жағынан. Кейін Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына оқуға түстік. Жұмыстарымыз сол бірінші не керек, клиенттер іздеуден басталды. Ең алғашқы біздің алармандарымызды едік. Ұсыныс жасадық, өзіміздің қолымыздан келетін жұмыстарымызды көрсеттік. Құдайға шүкір, бірінші уже тапсырыстың өзінде біз уже қаржылық мәселесін шешіп алдық. Енді біз қысқаша көріп өтейік, біздің Арда Арт ұжымының осы Нұр-Сұлтан қаласының әсем жерлеріндегі жасаған мүсіндерін. Артымызда тұрған сағатта негізі биіктігі 14,5 метр. Іші металл конструкция, сыртында гранитпен қаптағанбыз. Жұмыс жасау кезінде оның барлығын нөлден бастап бірінші қағаз бетінен түсіреміз. Қарапайым чертеж жасап, бірнеше варианттарын дайындаймыз. Тапсырушы біреуін таңдап алғаннан кейін біз жұмысқа кірісеміз. Біздің үлкен металл цехымыз бар, технопаркте, басқа жерлерде. Сол жерлерде дәнекерлеушілер бармыз, бірнеше қаптаған 10-20 дәнекерлеуші болады. Солар бірінші ішкі металл конструкциясын құрастырады. Металл конструкцияларын осы құрастырып болғаннан кейін орнатып, содан бастап сыртқы жұмыстарын, әрлеу жұмыстарын бастаймыз. Шамамен осы сағатты жасауға 1-2 ай уақытымыз кетеді. Сөйтіп, бір жылда осыдан басқа, металдан басқа, сағаттан басқа қаншама жұмыстар атқарамыз. Біздің негізгі жұмысымыз шағын сәулет формаларын жасау болғандықтан, артымызда тұрған осы сағат, соның бір жұмысы, оның бетіндегі узорлары, өрнектері, оюларын, барлығын жұмыс жасайтын кезде қараймыз, ойлаймыз. Тек қана ою-өрнекті көшіріп қоймаймыз. Ол жерде киізге қолданатын оюлар болады, металлға қолданатын оюлар болады.
солар таңдап алып, негізі жарасымды эстетикалық жағынан дұрыс сәйкес келген таңдап орнатамыз. Сөйтіп, сыртқы жоғалауын ұсынамыз. Бұл ашабыттық жұмысты жаңағы Ершат бауырымыздың ескі жобасы ретінде жасалды. Сонымен дайындалып, 3D моделі көтерілді. Металл каркастармен осылай жаңағы. Мына қарап отырсаңыздар, бәрі лазерный резка, плазма резкалардан кесіліп, сонымен тварщик дәнекерлеуші жігіттердің өз қолымен жасалып шыққан қолдың жұмысы кәдімгідей. Автор сол Ершат бауырымыздікі. Осы жазда басталған, 2 ай ішінде бітті. Жапырақтардың астыңғы орнында жаңағы орындықтар, жаңа адамдар отыруға ыңғайлы етіп жасалған. Түнде свет, жарықтар, диод нелердің бәрі қосылған. Түндегі әртүрлі құбылып, күшті әсер береді. Түнгі көріністің жақсы деп айтуға болады. Сәтті шыққан жұмыстарымыздың бірі. артымыздағы амфитеатр негізі көп жұмыстарымыз ішіндегі металл конструкция жұмыстарының ішіндегі негізі металлға айналдырған жұмыстардың біреуі. Негізгі амфитеатрдың көбі бізде бетоннан, тастан болады. Ал кезекті жобамызды біз металдан істеп отырмыз. Негізі көп адам ойлайды, металдан бола ма деген сұрақ. Негізі қарасаңыздар, діңгегінен бастап таңбалы тастағы петролиттарды қолдандық. Жоғары қарай қазақтың ою өрнектері. Оның үстіне қарасаңыз, барысымыз бар төбесіндегі. Бұл аңдық сақтық стил. Сақтық стилді көп жағдайда негізі тәуелсіз алғаннан бері көп жерге қолданып келе жатырмыз. Мақта жұмыстарымыз, негізі ата-бабамыздың өрнегі, солардан қалған мұра бізге. Соны қолданып, осындай парктерге, болашақ ұрпаққа үлгеретініне көрсетіп жатырмыз. Бұл металл конструкция негізі ұзындығы 33 метр, биіктігі 8 метрге дейін жетеді. Жоғары жағынан қарасаңыздар, бұрыштарында мысалы нелер бар, сақтың жебелері бар. Ол негізі асаттықты, шоқтықты, жауынгерлік рухты бекітеді. Қазақтың рухын көтеретін дүниелер. Көп ойлауы мүмкін, мысалы костюм бар, ою өрнек жасатса деп, оны өкпекті кигісі келмейді. Біз оған олай көзге қарамаймыз. Біздің көзқарасымыз эстетика. Қараған кезде мысалы, одан жараса ма, жараспай ма? Неге тек қана қазақша ою емес? Ол жерде қазақша ойдан басталмайды, бұл жерде петроглифтен басталады. Біздің тарихымыз терең, сол алғашқы сол кезде жасаған мүсінштердің ою болады, тасқа ойып жасаған. Сонда ою өрнектер мысалы, ол жерде біраз ою өрнектер бар. Түйені үйрету,
табу, күн құдайы, аң аулау, сюжет кәдімгі. содан бастап Сол заттарды алып қабылдап алдық та біз оны уже тұрмыстық, өндірістік дизайнға енгізе бастадық осы заттарды. Әрқандай материалдың өзінің процесі бар ғой, қалай болмасын. Барлық жұмыстың өзінің күрделілігі, өзінің қиындығы бар. Mesela, жаңа мұздан деп айта салғанмен, ол мұздың да қаншалықты нәзік екенін адамдар біле бермейді. Mesela, сәл қол қатты тиіп жаңа ойып кетуі мүмкін, оны сындырып кетуі мүмкін жаңағыдай. Оған арнайы жаңа инструменттер бар. Арнайы жаңа біз алдырған инструмент, тек қана сол инструменттер ғана жасалады көбінде. Сол арқылы жаңағы жұмысты жасап шығаруға болады. Ал жаңа қоладан жасалатын жұмыстар, ол да тоже өзінің процесі бар. Ол глинадан жасалады жаңағы саға балшықтардан. Сосын оның формасы алынады, ол форманың ішіне құйылады қайтадан жаңағы воск дейміз, балауыздан. Қайтадан оны жаңағы литьеға жібереді жаңағы құйдыруға. Одан қайта жиналады. Ол жерде жаңа тек қана скульпторлардың ғана жұмысы емес, ол жерде қаншама техникалық процесс бар жаңағы. Дәнекерлеуші дейміз, сварщиктер. Солар бар жаңағы. Енді оның алдында қаншама жұмыс бар. Mesela жұмысты өткізудің алдында mesela сызады алғашқы эскизді. Одан кейін барып жаңа 3D модель дейміз, 3D модельді көтеріледі ол. Сосын барып проект нақты жасалады, жаңағы өлшем бірлігі бар оның бәрінің көйтілетін. Ол жерде қаншама барыстар кетеді, mesela жұмыстың процестері болады. Енді былай айтқанда бір жұмысты былай оңай деп айта салуға келмейді, әрқандай жұмыстың өзіндік бір қиыншылықтары болады. Біз бұны 100 есе, 10 есе үлкейтеміз де, бұл шағын сәулет формасы болды. Бұл осы нағыз негізі ұрпаққа қалдыратын жұмыстарымыз осы деп ойлаймын. Өйткені мүсінді жасап жатырмыз. Оны еуропалықтар да жасайды, орыстар да жасайды, бүкіл әлем жасайды. Өзінің батырларын жасайды. Ал бізде не береміз? Мына зат мысалы моншақ емес, түйме деп аталады. Бұны кезінде өзіміздің байбатшаларымыз өзінің байлығының қаншалық мәртебесін көтеру үшін неғұрлым түйме сәнді болса, үлкен болса, сол кісінің байлығын көрсеткен. Енді ана сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес бұндай нәрсені. Сондай бір керемет. ең әлгі қуантатын жер, мысалы үшін Ершаттың баласы болса да, Азаматтың баласы болса да, менің балам болса да, бір-бірімізге айтып отырамыз, көшеде баламызды машинамен әкетіп бара жатқан кезде осындай заттар көп. Әкем жасаған деп, қайда кетіп барасыздар? Ол енді ұрпаққа болған тәрбие. Енді ұрпақ алдына қарап өседі ғой. Алдыңғы ұрпақ қалай жүрсе, соңғы ұрпақ солай жүреді. Мен оларға, Ершат оларға қалай жол көрсетсе, олар солай жүреді. Онан кейін жолдастарымызда да кішкентай өздеріне қандай жар таңдағаны ретінде өздеріне сезіне алады да ол жерде. Қазір жай ғана өзіміз емес, өзіміздің ауыл жақтағылар бізде сол осындай группа бар екен, осындай жұмыс істейді екен деп Қытайдағылардың өзі сондай бір аңыз сияқты кішкене қызығып айтып отырады екен бізге, ризашылығын білдіріп. Армандарыңыздың жүзеге асуына шын жүректен тілектеспіз. Құрметті көрермендер, не көрдіңіздер? Сонау шет мемлекетте дүниеге келіп, ата жұртқа өзінің армандарын жүзеге асырып, бүгінде отандық өнімдерді шетелдік нарыққа шығаруды жоспарлап отырған біздің қандастарымыз бен елімізге қаншама қазына келді.